Баршаңызға сәлем. Бүгінгі сабақта осындай шайниктің астына қоятын әдемі ерекше салфетка тоқып үйренеміз. Бізге жіп, қайшы және крючок қажет. Менде крючок 2,25 мм. Ең алдымен жібімізді саусағымызға орап, жұмыс жібін өзімізге қарай тартып шығарып, сақина жасап аламыз. Енді 2 воздушный петля тоқып, осы сақинаны айналдыра 11 столбик с накидом тоқимыз. Бірінші қатар тоқып болдық. Енді міне ең басында тоқыған 2 воздушный петляның үстіндегі петлясына осылай крючогымызды өткізіп, бір-біріне қосамыз. Міне қараңыздар, осылай ортасы ашық қалмас үшін кішкентай жіпті жақсылап тартып, байлап қоямыз. Сонда ортасы жабық тұрады. Енді келесі қатардан бастап әр петляға прибавка жасаймыз. Яғни әр петляға 2 столбик с накидом тоқып, жалпы 22 столбик с накидом тоқимыз. Екі воздушный петля тоқимыз. Енді бір петля тоқып, келесі петляға прибавка жасаймыз. Мына бізде бірінші столбик с накидом, енді екінші петляға 2 столбик с накидом тоқимыз. Осылай қатардың соңына дейін бір петля тоқып, екінші петляға прибавка жасап тоқып шығамыз. Не қыздар, бізде қатар аяқталды. Келесі қатарды енді 2 петля тоқып, 3-ші петляға прибавка жасаймыз. Солай қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Не қыздар, қараңыздар, прибавка жасаған жер осылай көрініп тұрады. Сол 2 столбиктің ортасына прибавка жасап тоқимыз.
міне қатарымыз аяқталды. Қараңыздар, мынау бізде ең бірінші 11 столбик с накидом тоқыған қатар, мынау прибавка жасап 22 столбик тоқыған қатар, мынау 1 столбик тоқып прибавка жасаған қатар, ал мынау 2 столбик тоқып прибавка жасаған қатар. Енді келесі қатарды 3 столбик тоқып 4-ші петляға прибавка жасап тоқимыз. Міне қыздар, қараңыздар, мынау бізде прибавка жасаған жер өзі анық осылай көрініп тұрады. Осы прибавка жасаған үстіне прибавка жасап тоқимыз ғой. Міне бізде қатар аяқталды. Енді жібімізді ауыстырамыз. Қараңыздар, ақ жіпті осылай крючогымызға ілдіріп алып, петлямен крючоктағы петлядан бірдей өткізіп шығарамыз. 2 воздушный петля тоқып, ары қарай 4 столбик тоқып, 5-шіне прибавка жасап, қатардың соңына дейін солай тоқимыз. Міне бізде қатар аяқталды. Келесі қатарды 5 столбик тоқып, 6-шысына прибавка жасаймыз. Қатардың соңына дейін келесі қатарды 6 столбик тоқып, 7-ші петляға прибавка жасаймыз. Ол қатарды аяқталғаннан кейін 7 столбик тоқып, 8-ші петляға прибавка жасап, солай ақ жіптің жұмысын аяқтаймыз. Кейін жапырағын тоқимыз. Міне қыздар, салфетканы тоқып болдым. Қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Осылай жалпы 9 қатар шығу керек. Енді жапырағын тоқимыз. Крючокқа көк жібімізді ілдіріп, жалпы 3 воздушный петля тоқимыз. Енді сол петляның ортасына 1 столбик с накидом тоқимыз. Енді осы 2 столбиктің ортасына жақсылап мұқият қараңыздар, жартылай 6 столбик с накидом тоқимыз. Енді осыны соңына дейін біртіндеп тоқып шығамыз. Қараңыздар, бір столбиктен.
Қараңыздар, келесі бетіне айналдырып, тура жаңағы схемамен тоқимыз. Крючокқа 7 жартылай столбик с накидом ілдіріп алып, қайтадан артына қарай біртіндеп столбик с накидом тоқып шығамыз. Міне қараңыздар, енді ортадан 5 ілмек өткізіп, 6-шы ілмекке жапырағымызды тоқимыз. Міне мына бізде 6-шы ілмек. Міне біздің жапырағымыз дайын. Енді келесі жапырақты тура осылай тоқимыз. Қараңыздар, осылай тұру керек. Міне бізде қатар аяқталды. Енді ақ жібімізді ілдіріп, осы жапырақтарды қоршап, барлығын бір қатар тоқып шығамыз. Жіптердің ұшын бір-біріне байлап, столбиктердің арасынан өткізіп, кейін ыстық клеймен клейлеп тастасаңыздар болады ең соңында. Қатардың соңына дейін осылай айналдырып тоқып шығыңыздар.
Салфетканы тоғып болғаннан кейін бір жуып өтіктің парымен парлап жіберіңіздер. Сонда осындай әдемі теп-тегіс болып шығады.